Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін үлкен сазанның өте дәмді уылдырығынан, яғни икрасынан котлет жасайтын боламыз. Егер сіздерге ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар, достар. Алдымен мінекей сазанның бір қабырғасының өзінде осындай үлкен уылдырық жатады. Сол уылдырығымызды қабырғасынан бөліп алып, бір ыдысымызға салып алатын боламыз. Сол ыдысымызға, яғни жуа қажет болады бізге. Жуадан жақсылап турап, бұзылмай тұрған икра, яғни уылдырығымыздың үстіне жақсылап салатын боламыз. Және де майдалап, яғни кубик ретінде турайтын боламыз жуамызды. Жақсылап, небәрінше көп жуа қоссақ, дәмі сол кез өте дәмді болып шығады. Және де тұзымызды саламыз, осындай ас қасықпен кішкене ғана. Одан кейін бұрышымызды жақсылап салатын боламыз. Яғни қара бұрыш біздегі майда. Жақсылап вилканың көмегімен араластырып алатын боламыз. Мінекей достар, және де біздің котлетіміз шашырап кетпеу үшін бір түйір ғана жұмыртқа қосатын боламыз. Оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Және де қызып тұрған тапада, яғни майымызды құйып, оның үстіне осылай ожаумен кішкене көлемде ғана құйып отыратын болсақ, біздің әп-әдемі котлетіміз форма жасап шығатын болады. Мінекей достар, жай ғана икра, яғни үлкен сазан балықтың, яғни уылдырығы, содан осындай котлет жасадым. Өте дәмді болып шығады, дәмі керемет, қарапайым ғана тез жасауға болады. Және де икра бұл адам организміне өте пайдалы тағам екенін барлықтарыңыз білесіздер. Егер сіздерге достар ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Және де осы қазақша каналдың дамуына үлес қосып отырсаңыздар, рахмет.